Ассаламу алейкум, хурматтуу сәржілер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін февральның 16-сы жұма эртеси күні бу hafta алып кечкен вакаалар хакында сізлерге тариф этмеге азырмыз. Уляна Супрун саглык саклап назиранын вазифасын эда айта биле. Киев бөлге меморий Mahkemesi алған қарарға көре салихиятлері қайтарылды. Mahkemeci Сергей Каракашян мәслихатлашып одасында 3 күн кечірді, нәтижеде Супрунның вақтынча вазифасындан узатылуы хакында қарарыны лягу етті. Айны заманда назирлер кабинеті берген истинав шикаятны канаетлендірмеді. Қарарыны өз істігі еле алған. Фактично кабинет министров. Aslında nazirler kabineti kene hukuk isasında. Daha tünyon sabah Ulyana Suprunu'nun salihiyetleri yok edi. Mahkeme kararına göre hareket etip olamaydı. Bugün ise nazirler kabinetinin emrine göre salihiyetleri var. Кершенбе куну саглык саклап назирлигинин ишини кысмен янарттын Уляна Супрунга вакцина ве илажыларыны бөлгелер арасында үлештірмеге украинларны тадевилев үчүн мемлекет тышына ебермеге ве течкизатларнын сатын алуыны девам этмеге изин берилди. Февральнын 5-inde Киев шаарынын бөлге меморий махкемеси халк мебюсы Игорь Масийчукнун аризасыны кысмен канаетлендирип Уляна Супрунга саглык саклап назиранын вазифасыны вактынча ижра этмеге ясаклаған еді. Себеп меморның Америка ватандашлығы бар олғаны олды. Келечек hafta президент Петро Порошенко Украина юқары радасы Украина эсас канунына денешмелер көрсөтүлүвү хакында кабул эткен карарыны имзалайжак. Бу hafta Киевде өткөрүлгөн Dragon Capital 15-жылдык ятырым конференциясында билдирди. Украина тарихында бу муим бир адым олганын кайд этти ве ятырымчыларны Украинага онун интилууларында кол тутмага рижа айтты. Бунун эле Порошенко Мюнхен конференциясында япажак чыгышынын мевзусуну билдирди. Частину информации про безпосереднее втручание России я... Rusiyanın kirişimleri hakkında malumatının bir kısmını München Forum vaktinde açıklamağa tırışacağım. Yazık ki ama bu eylemler hep devam etti. Hem de öyle bir fail tarzda. Mesele Putin'in şimdiki Ukrayna prezidentine şahsi simpatiya ve antipatiya hakkında değil. Maksat Ukrayna'nın intiluvlarından toxtatıp öz tesiri altına kaytarmak. Украинадагы президент сайлауларында Русия көзөтүүчүлөрү олмайжак. Бу Украинанын суверенни акы. Бу акта Украина юкары радасы рейсинин биринчи муавини Ирина Геращенко өз Facebook сайтында язды. Онун сөзлөрүнө көрө Русиялылар президент ве парламент сайлауларыны тек Кремль ишгал этилген топракларны, Украина рейнелерини ве Арбия сырларыны азат эткен тагдирде көзөтүп болажак. Геращенко Украина дегер мемлекеттерден келген халкара көзөтүүчүлөрү каршылап алмага хошнут олажаганы билдирди. Америка Бирлешкен Девлеттери Сенатынын бакылуына Русия Федерациясына каршы санкцияларынын арттырылуы хакында канун лейхасын теклиф этти. Бу акта Сенаттын сайтында хабар этиле, канун лейхасы санкцияларынын арттырылуыны көздө тута. Шу жумледен Кремльнин Кереч богазындагы аракетлери да сөз Москвага Украинадагы тажавузы ве дүйнөдөгү демократик сыналарына кырышуу себебинен икътисадий, саясий ве дипломатик сыкыштырууунун арттырылуы хакында. Сенаторлар Украина арбийденес куветлеринин кемелерине япылган уҗумга алакасы болгон Федераль телекөзсүзлүк хизметинин 24 агентине Русиянын кеми куружу саасына ве мемлекеттин тышындагы Русия девлет энергетик лейхаларына каршы санкциялар коймага теклиф этти. Rusya dünya nizamının esas telikülerinden birisidir. Bu Pew Research Center Amerika ilmiy tadqiqat merkezi hazırlagan esabatının malumatı. Merkez xadimleri 26 memleketten adamlarını soraştırdılar. Misal olarak Polonya'da soraştırılganlarının 62% başka devletlerge dair en tehlikeli Kreml'nin hareketlerini sayalar. Halkara tehlikeler cedvelinin ilk uçu iklim denişivi, halkara terörcülük ve kibernetik ucumlar. Birleşken Devletlerinin Kongresi Amerika ve Meksika arasındaki sınırda teliküsüzlük hakkında bir anlaşmaga keldi. Bu haqda senator Cumhuriyetçi Richard Shelby haber etti. Böylece yanı shutdown'dan kurtulmaga isteyler.
Америка сясыне шыранын мәліматына көре, Конгресс Мексика елі сынарда Чичеков үшін 1 миллиард 4 миллион доллар айырмаға теклиф еті. Бұл президент Дональд Трамп талап еткен рақамдан 4 қат аз. Конгресснің бұл қадар пара айрылмасына рет жевабы Америка Бірлешкен Девлетлерінің тарихында ән девамлы шатдаун себебі болды. О 35 күн девам етті. Январының сонында Биас Эве сенаторлар Америка үкіметіні қысқа вақытқа паранен тейміне төлівінің янартылуы ақында анлаштылар. Мудет февралінің 15-інде сонуна келді. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты Украина үшін гуманитар ярдым вақфыны тесіз етті. Бұның ақында Донбасс әкенлерінің мәселелеріне бағышланған Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының мақсус топлашывы вақтында хабер етілді. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты баш кетебінің гуманитар мәселелері ярдымжасы Урсула Мюллер хайыр садақа берележелерге бұ тәшебюске қошылмаға теклифнен мұражат етті ве бұ мақсатлар үшін базы мемлекетлер әнді паралар бергенлеріні де қайдетті. Урсула Мюллер 2019 сенесі бір-бірінден сынырнен айырылған сызықның әкі тарафында яшаған Донбасс әкенлеріне гуманитар ярдым үшін 162 миллион доллар керек олачағаны білдірді. Let's remember that behind the figures mentioned. Бүтін бұл рақамлар бұғынды 5 елде ваманда зарар көрген, азап чеккен қоранталар, әркеклер, қадын ве балар. Әркес тұрыша мектепке бармақ үшін, хастаханеге зәрет етмек үшін, чоқысы ішіні евіні айле адасыны достыны ғайып етті. Бодамлар үшін әлімізден келгеніні япмақ керекмас. Скрипалер құрантасының зерлену вдавасының яны малюматы. Оларның аятына суйқаст етувде Русия селялы құветлері әса штабы баш идариясының да бір забеті Денис Сергеев алақалы ола біле. Бұ беліңгіз ве The Insider нешірлер өткерген тақиқатның нетіджілері. Олар Сергеев мартның әкесінде Саба РТ Баширов ве Петровдан бір қач саат евел Бүйік Британияға учып кеткеніні белгеледілер. Тәшкеровны Сергей Федотов паспортынен кечті. Соз береде ол дымы кибі суалге жевап да белі дегіл. Кері мартның дортынды скрипаллерінің зерленув күнінде қайтмақ керек еді, ама учақта yok еді. Москваға Рома тарафындан қайтқан. Бүйік Британия полисының тақықыне көре кечкен сенен новичок чешітінің сынырлы паралич маддесі сабық Русистік бәрітчісі Сергей Скрипаль ве қызы Юлияны зерлемек үшін қоланылған еді. Сентябрінің 5-інде Бүйік Британия прокуратурасы Скрипаллерінің зерленмесінде шубелі олған еді. Әке Русиялянын адларыны білдірген еді. Идарияның мәліматына көре олар Русия Федерациясының ватандашлары Александр Петров ве Руслан Баширов. The Insider ве білін кәтне шырлерінің тақиқатына көре оларының ақықы адлары Александр Мишкин ве Анатолий Чипига. Олар Русияның башы стихбарат идариясының хадимлері ве Кремльның вазифесіне иджирайты еділер. Мартның учуне қадар аписте қалмақ ядапей берме Киев шәрінің Шевченко район махкемесі Херсон вилайет шурасының рейсі Владислав Мангерның сынырламат әкбараны илян етті. О Херсон фали Екатерина Гандзюк өлдіруінен қабатлана. Мангер мартның учуне қадар пей берув аққынен аписте қалажақ пей меғдары $92,000. Июльның 31-інде Херсонда белесіз адамлар фаль Екатерина Гандзюкқа ұжым етіп ұстыне экшілік тоқтылар. Нәтижеде беденің 30% янды, екемлер ona 11 операция япты. Ноябрь айында есе Киевде янық бөлігінде Херсон шәр башының меслячысы Екатерина Гандзюк өлді жинайетте шүбелі олған дорша қысқа махкеме сынырлама чықарды. Тақиқатның мәліматына көре ұжым тәшкілиятчысы Владислав Мангер. Құрметлі серджілер, бұды қығаға бұ сонки хаберімізі дадады чо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. Өзіңізге мұқай толыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.